физикалық шамалар көп, бірақ оларды іріктеп екі үлкен топқа бөлуге болады: сканер шамалар және векторлық шамалар. Осы тақырыпты тұманда ауыстырмас бұрын сканерлік және векторлық шамалардың айырмашылығын жылдамдық пен тығыздық арқылы анық түсінуге болады. Тығыздық, сканер шама, заттың тығыздығы. Бұл шаманы сипаттау үшін бағыты қайда деп сұраудың қажеті жоқ. Өйткені тығыздық кеңістіктің кез келген нүктесінде бірдей мәнде ие. Жылдамдық, векторлық шама. Дененің жылдамдығы өз солтүстікке қарай. Бұл шаманы сипаттау үшін бағытты көрсету міндетті. Өйткені егер бағытты көрсетпесек, дене қай жаққа қозғалатынын білмейміз. Осыдан байқаймыз: Бір шаманың өзі сканерлік немесе векторлық екенін ажырату маңызды, өйткені оған байланысты есептеу жолдары, физикалық заңдар да өзгереді. Физикалық шама физикалық құбылыстарды сандық тұрғыдан сипаттау үшін қолданылатын негізгі ұғым. Әрбір физикалық шаманың сандық мәні, өлшем бірлігі және белгісі болады. Физикалық шамалар екі түрге бөлінеді: сканер шамалары тек сан мәні арқылы анықталады. Векторлық шамалар сан мәнімен де бағытымен де анықталады. Сканер шамаларға мысалы уақыт, масса, көлем, аудан, тығыздық, температура. Векторлық шамаларға мысалы жылдамдық. Сканерлік шамаларды түсіну және есте сақтау оңай, өйткені оларға бағыт қажет емес. Векторлық шамаларды түсіну үшін бағыт ұғымын игеру модуль тең векторлар қарама-қарсы, векторлар және қорытқа вектор туралы білім қажет. Физикалық шамаларды толық сипаттау үшін олардың мәнін өлшем бірлігін міндетті түрде көрсету керек. Бұл дағды физиканы одан әрі терең зерделеу үшін, есептер шығару және тәжірибелік жұмыстар жүргізу үшін негіз болады.